Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер, құрметті оқырмандарым. Бүгін ассорти компоттың жабу жолын сіздермен көрсететін боламын. Езілмей дана-дана әдемі болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видео рецептерім бірінші болып көрініп тұрады сіздерге. Компотқа керегі бізге шие, алма, сосын өрік. Өрік менде видеода түспей қалған. Алмамызды менде үлкен болған соң осылай турап алдым алдын ала. Егер сіздерде кішкентай алма болатын болса, дана-дана салсаңыздар болады. Ең бірінші кастрюлемізге суымызды құйып қайнататын боламыз. Жуып тазалаған банкамызды стерилизациядан міндетті түрде өткізіңіздер. Ендігі кезекте банкамызге шиемізді саламыз. Мен осындай қолмен 3 уыс салдым. Сосын алмамызды саламыз. Сосын үстіне өрігімізді салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бұның крышкасын жауып 20-25 минутқа немесе 15 минутқа да қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде крышкасын жауып қойыңыздар. Ендігі кезекте бірінші қойған осы суымызды кастрюлемізге қайтып құятын боламыз. Барлығын құйып алған соң тағы да бір газымызге қайнатып аламыз. Осы сол кезде біздің жем-шидектеріміз езілмей дана-дана әдемі болып шығады. Барлығын құйып болған соң үстіне осындай 2 литрлікке мен 200 грамдық бокалмен қант салып шықтым, немесе 250 грамм қант салсаңыздар болады. Енді өздеріңіз татымына қарай сала бересіздер. Осылай барлығын салып болған соң енді қайнап тұрған бағанағы согымызды үстіне қайтып құйып, барлығын құйып болған соң үстінен енді банкамызды жауамыз. Банкілерімізді барлығын жауып болған соң үстін бір түнге немесе 2 түнге орап қойсаңыздар болады. Осымен біздің ассорти компотымыз дайын болды. Езілмей дана-дана әдемі болып шықты. Ішіне сіздер қаласаңыздар мята, апельсин немесе лимон да қоссаңыздар да болады. Осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астында поделиться деген батырманы басып, басқа да әлеуметтік жүйелерде таратып, әпке-сіңілдеріңізбен бөліссеңіздер болады.